Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге қарақұмықтың адам ағзасына пайдасы жайлы кеңестер мен ақпараттар беріледі. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қарамық дәмді, пайдалы және құнарлы өнім. Ол ең жақсы диеталық азық болып саналады. Қарақұмық жармасының бидаймен ортақ еш байланысы жоқ, және ол дәм болып саналмайды. Бұл рауғаш тұқымдасына жататын үшбұрыш ұрық. Бір құрамындағы баға жетпес амин қышқылдары тұрғысынан қарақұмық ақуызы мал өнімдеріне жақын, сондықтан етпен тең деп саналады. Оған қоса қарақұмық жеңіл қорытылады. 2. Қарақұмық қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Қарақұмық ботқасын тұтынғаннан кейін қант деңгейі ақырын көтеріледі. Басқа көмірсулы азық-түліктерді тұтынғанда қант бірден көтеріледі. 3. Қарақұмық жармасы фолий қышқылына бай. Фолий қышқылы ағзаның сыртқы жағымсыз әсерлерге төтеп беруін қамтамасыз етеді. 4. Қарақұмық экологиялық таза өнім. Бұл геномодификацияға ұшырамаған өсімдіктердің бірегейі десек болады. Әр түрлі нитрат, пестицидтер мен гербицидтер қарақұмықта жоқ. Бұл өсімдік химикаттарға зәру емес. Ол ешқандай тыңайтқышсыз өз бетінше өседі, ал арам шөптер мен егін жауларымен өз бетінше күреседі. 5. Қарақұмық жармасының басты қасиеттерінің бірі обырдан қорғайды. Құрамындағы флавонидтердің арқасында ісіктің өсуінің алдын алады. Бұл әсіресе қазіргі экологиялық жағдайда маңызды. Обырға қарсы қасиетінен өзге, тромбоз қаупін төмендетеді, қан тамырларын жағымсыз холестериннен тазартуға септігін тигізеді, және жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Қарақұмық бауыр мен ішекке өте пайдалы және холестериннің деңгейін азайтады. Жарма күйзеліске, құрсақ қуысының сырқаттарына қарсы тұруға көмектеседі. Оған қоса қарақұмық асқазанға тез сіңіп кете қоймайтындықтан ұзақ уақыт бойы қарын аштырмайды. Диета кезінде салмақты азайтады екен деп бет алды қарақұмық жей беруден де қашыңыз. Қарақұмықтан тез шығып қалуыңыз әбден мүмкін. Олай болмас үшін жеміс-жидектер жеп, майлылығы төмен йогурттардан дәм татып тұрған артық емес. Ең бастысын ұмытып барамыз, ол қарақұмық ем дәмін дайындау. Ол үшін кешке қарай 1 стақан қарақұмыққа 2 стақан қатты қайнаған суды құяды да, жақсылап қымтап жауып, түнге қалдырады. Тұз не болмаса басқа да аз мәзірлерін қосудың қажеті жоқ. Майлылығы аз айран немесе соя тұздығын қоссаңыз болады. Қарақұмық диетасын сақтаудың ұзақтығы 2 апта. Содан соң міндетті түрде 1 ай үзіліс жасау қажет. Бұл төмен калориялы және қанағаттанарлық өнім. Қарақұмық тағамдары дене салмағын бақылайтын және спортпен айналысатындардың барлығына пайдалы. Қарақұмық адам рационында етті алмастыра алады, бірақ ол бұршақ дақылдарынан төмен. Қарақұмық ботқасын үнемі тұтыну ағзадағы зат алмасуға оң әсер етеді, жүрек жұмысын тұрақтандырады. Ағзадан зиянды токсиндерді кетіреді. Егде жастағы адамдарға диетаға қарақұмық қосу ұсынылады, іш қату үшін. Жүкті әйелдерге қарақұмық жеуге кеңес беріледі, фолий қышқылының мазмұны. Қарақұмық балы, сиыр бауыры қосылған қарақұмық ботқасы анемияға көмектеседі. Атеросклероз, гипертония, скарлатина қызылша, отвар қолданылады. Ревматизммен, геморроймен, артритпен қарақұмық шөптерінің инфузиясымен қайнатпалары көмектеседі. Қарақұмық шөпі құрғақ жөтелге қарсы тиімді экспекторант болып табылады. Қарақұмық шикізаты қан тамырларының ауруларын емдеу үшін қолданылады, рутиннің болуы. Іріңді жараларды емдеу, зауыттың жаңа жапырақтарын грюэль түрінде жағыңыз. Қарақұмық ботқасы қант диабетімен ауыратын науқастарға жарамды. Кептірілген жапырақтардан алынған ұнтақ жөргектің бөртпелері үшін тозаңдатқыш ұнтақ ретінде қызмет етеді. Қарақұмық жармасын буланған немесе буланбаған қарақұмық дәнінен алады. Құрамында жеңіл сіңетін белоктар, крахмал мол болады. Қарақұмық майы басқа жармалардың майымен салыстырғанда сақтауға төзімді келеді. Қарақұмық жармасының белоктары басқа қосылыстармен алмастыруға болмайтын амин қышқылдарына бай. Қарақұмық 18 таптырмас амин қышқылдардан тұрады. Олар темір, кальций, калий, фосфор, мыс, иод, цинк, бор, фтор, молибден. Сөзбен қоса 2 витаминдері. Заттектердің алмасуына обмен веществ әсер ете отырып, қарақұмық артық салмақтың азаюына ықпал етеді.
Қарақұмық жармасы майдың пайда болу үрдісіне жатпайтын ақуыздарға, белки және пайдалы көмірсуларға бай. Қарақұмықтың құрамына кіретін ақуыздың ерекшелігі, олар көп мөлшерде таптырмас амин қышқылдардан тұруы. Бұл осы жарманы ақуыз құрамы бойынша етпен салыстыратын құнды азық-түлік өнімі ретінде көрсетеді. Ал таптырмас амин қышқылдар құрамы бойынша қарақұмық бұршақты дақылдарға тең, бұршақ, боба, асбұршақ, горох және үрме бұршақ, фасоль. Қарақұмық құрамына кіретін ақуыздар ағзаның радиоактивті заттардан тазаруына ықпал етеді. Қарақұмық астың қорытылуына жақсы әсер ететін органикалық қышқылдар жиынтығынан тұрады. Сондай-ақ осы жарманың түрі атеросклероз, гипертония, жүрек тамыр және сусамыр аурулары кезінде ұсынылады. Гречканың пайдасы адам ағзасына өте көп. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Достар, лайк басып, коммент жазыңыздар. Тағы да адам денсаулығына қажетті кеңестер айтылатын болады. Қарақұмық тотықсыздандыратын қасиетке ие. Қарақұмықты пайдалану біздің денеміздің қышқылдығын айтарлықтай төмендетеді. Сонымен қатар қарақұмық талшықта өте жоғары макарон немесе күріштен 2 есе көп. 100 грамм қарақұмықтың құрамында 6 грамм талшық бар. Ол біздің шектеріміздің жұмысына оң әсер етеді, іш қатудың алдын алады және ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Қарақұмық ішек ауруларымен ауыратын адамдарға ұсынылады. Сондай-ақ аз калорияларды қажет ететін диетадағы адамдарға ұсынылады. Қарақұмық суда сіңген кезде ол көлемге ие болады. Бұл тұтынудан кейін ұзақ уақыт бойы қанықтылық сезімін қалдырады. Қарақұмық тұтынғаннан кейін асқазанымызда біртіндеп бөлініп шығатын крахмал көзі, ол бізді ұзақ уақыт қуат көзімен қамтамасыз етеді. Қарақұмық қандағы холестерин деңгейі жоғары адамдарға ұсынылады, өйткені талшық қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. 2. Қарақұмық пайдасы. Қарақұмықтың пайдасы қан қысымын төмендетуді де қамтиды. Қарақұмықтың құрамындағы дәрумендердің мөлшері де жоғары. Қарақұмық құрамындағы дәрумендерге 1-2 дәрумені, 6 дәрумені және тиамин кіреді. Қарақұмық минералдары темір, калий, кальций, мырыш және кремний. Фолий қышқылының, Е дәруменінің және темірдің жоғары мөлшері қарақұмықты анемиядан зардап шегетін адамдарға, сондай-ақ етеккір өте ауыр әйелдерге тұтынуы керек дегенді білдіреді. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.